Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Назерке. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ыстық тағамның бір түрін ұсынамын. Өте дәмді әрі ерекше жолмен дайын болады. Ал енді бісміллә деп подливын дайындайтын боламыз. Менде бешбармақтан қалған піскен ет, сізде шикі ет болса да жарай береді. Қатты қызып тұрған майымызға бірінші етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін барып пиязымызды салып, өте ұсақ қылып тураңыздар. Тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шамамен 2-3 минуттай сарғайғанша араластырсаңыздар жеткілікті. Түрлі түсті тәтті бұрыштарыңызды қосуды да ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 2 ас қасық томат қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шамамен 1-2 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Және 2 шай кесе суымызды құямыз. Яғни біздің подливымыздан сәл асып тұру керек. Енді бұқтырып қоятын боламыз. Оға дейін біз картопымызды қатты қызып тұрған майға бөлек қуырып аламыз. Бөлек қуырып алсаңыздар картоптың дәмі өзгеше болып шығып тұрады. Шамамен 10 минуттай майда қуырыңыздар. 10 минут өткеннен кейін сарғайып бастағаннан кейін подливымызға қосып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа бұқтырасыздар. Ендігі кезекте біз қамырын дайындаймыз. Көрсетілген грамм бойынша жылы суымызды, тұзымызды, бір жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отыра, жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Қатты жұмсақ қылып қоймаңыздар, орташа жұмсақ болуы керек. Қатты да болып кетпеу керек. Осы видеодағыдай жұмсақ болып шықса болды. Бетін жауып, бұны да 5-10 минутқа тындырып қойыңыздар. 5-10 минут өткеннен кейін қамырымызды алып жайып бастаймыз. Егер сіз ең бірінші рет жаятын болсаңыз, қамырды ең алдымен осы видеодағыдай ұн сеуіп, 2 қолдың көмегімен домалақтап бастайтын боламыз. Содан кейін барып оқтаудың көмегімен жылжыта отыра қамырды сәл созыңқырап алатын боламыз. Бір-біріне жабысып қалады-ау деген кезде, уже ұн кеуіп бастаған кезде арасына бір сыпыра ұн сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Қамыр жайып жатқан кезде ескеретін жағдай, қыздар, қамырды ортадан емес, 2 шетінен басасыздар. Және біздің жаңағы картопқа қуырып алған сұйық майымызды осы қамырдың бетіне жағамыз толықтай. Сонда піскен кезде арасы жабыспайтын болады. Міндетті түрде өздеріңіздің картоптарыңызды қуырып алған сұйық майды жағып шығыңыздар. Сұйық майымыз жағылғаннан кейін теркадан өткізілген 1 штук сәбізімізді толықтай барлық жеріне жеткізіп жайып шығатын боламыз. Пияз қосуға да болады, қыздар. Егер пиязды жақсы көрсеңіз, пияз да қосуға болады. Рулет сияқты арасын өте тығыз қылып орап, дәл осы видеодағыдай қиғашынан кесетін боламыз. Қатты қалың емес, орташа жеңішке қылып кесіңіздер. Сонда әдемі көрінеді көрінісі. Біздің дайын тұрған подливымыздың бетіне жақсылап тұрып орналастырамыз. Бір-біріне тигізіп, ешқандай қорықпаңыздар, жабысып қалмайды. Барлық шетіне қойып шығыңыздар. Бұл жерде мен 4 адамға жететін тағам түрін дайындадым. Егер сіздің семьяңызда үлкен семья болса, көп қылып жасауға болады әрине. Ең бастысы осы ережелерді сақтанып істесеңіз болды. Және үстіне 1 бокал суымызды асырып құйып, түрлі түсті дәм беретін приправаларыңыз болса қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде тек қана укроп және де дәміне қарай тұз салдым. Құрметті көрермендерім, егер осы видеоны соңына дейін қарап жатсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі тегін рецептермен бөлісетін боламын. Оттың астын осы кезде сәл баяулатып қойып, қақпағының бетін жауып, шамамен 25-20 минуттай толықтай пісіп шығатын болады. Міне біздің бүгінгі ыстық тағамымыз да дайын болды. Міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Достар, егер менің YouTube каналым сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.